Мен Марк Туллий Цицерон Римнің шешені, жазушысы менің 800-ден астам трактатым мен хаттарым бар, ал саяси бағыттағы 58 туындымда Рим қоғамының тағдыры баяндалды. Біздің заманымыздың бірінші және екінші ғасырларында Рим мәдениеті өзінің ең жоғары даму деңгейіне жетті. Рим мәдениеті Италия аумағынан шығып, жерорта теңізі аймағына кең таралды. Империя құрамындағы түрлі халықтардың мәдени құндылықтары бірігіп, ортақ өркениет қалыптасты. Білім беру жүйесі 3 сатыдан тұрды. Бірінші, бастауыш сатысы 7 жастан басталып 4-5 жылға созылды. Екінші, сауаттылық мектебі 4 жыл оқытты. Үшінші, шешендік мектебі 16 жастан басталып 3-4 жыл жалғасты. Бұл мектептерден жан-жақты гуманитарлық білім алған азаматтар шықты. Рим әдебиетінің гүлденуі Октавиан Августусына сай келді. Бұл кезеңде Публий Вергилий Марон 70 жылдан 19 жылға дейін өмір сүріп, Энеида дастанын жазды. Квинт Гораций Флак 65 жылдан 8 жылға дейін өмір сүріп, ғасырлар әнін шығарды. Публий Овидий Назон 43 жылдан 18 жылға дейін өмір сүріп, Метаморфозалар поэмасын дүниеге әкелді. Рим құқығы 4 бөлімнен тұрды. Оның ішінде 12 таблица заңдары ерекше орын алды. Бұл заңдар кейінгі еуропалық құқық жүйесіне негіз болды. Міне, осылайша Рим қоғамының дамуы мәдениет арқылы айқындалды. Дін, білім, әдебиет және құқық біздің өркениетіміздің тірегі болды.